Бүйрек трансплантациясы бүйрек жеткіліксіздігі бар және диализде жүрген науқастар үшін тамаша мүмкіндік. Тірі донордан трансплантация жасау үшін, яғни тірі адамнан бүйрек алу кезінде, біз бүйректі ашық әдіспен, немесе қазіргі кезде лапароскопиялық және роботтық тәсілмен аламыз. Сондықтан жара өте кішкентай болады. Біз бүйректі алып, донорлар өте тез сауығып, 2-3 күн ішінде ауруханадан шығады. Ал бүйрек ауруханада реципиент науқастарға трансплантацияланады. Және тірі донордан да, қайтыс болған донордан да алынған бүйректердің нәтижесі, мысалы, ми өлімі болған донорлардан алынған бүйректер, хирургиялық әдістердің және иммунды басатын дәрілердің дамуының арқасында өте жақсы. Бұл диализде жүрген науқастар үшін тамаша мүмкіндік. Біз тіпті қан топтары сәйкес келмесе де, бүйрек трансплантациясын жасай аламыз. Тіпті қан тобы сәйкес келмейтін науқастарға да біз басқа қан топтарынан бүйрек салуымызға болады. Ол үшін иммунды басатын хаттамамызды өзгертіп қолданамыз. Бүйрек трансплантациясы науқастарға күнделікті өміріне оралуға және диализден құтылуға мүмкіндік береді. Солайша олар өте жақсы, сапалы өмір сүре алады. Рахмет.